بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله. Қазақ отау тігіп хандық құрғалы бері, қазақ деген атпен әлемге танылғалы бері мұсылман елі. Алайда 3 ғасырға жуық созылған отарлық ойраны, 70 жылдық атеистік ауру ой санамызды улап, асыл дәстүрімізді ұмыттырғаны анық. Ұлттың алтын өзегі болып саналатын дініміз бен тілімізге жасалған зұлымдықтың зардабы әлі де сезілуде. Құдайсыз қурай сынбайтынын білген ата-бабамыз сөйлесе бір Алла деп сөйлеген. Жауға шапса, бір Алла деп жауға шаптық ұрандап деп Махамбеттің жазғанындай Алла деп ұрандаған. Бата берсе, бір Алла жар болсын деп, дұға жасаған аталарымыздың ұғымы ұмыт қалды. Жүргізілген сайқал саясат пен діни сауатсыздықтың кесірінен көптеген құндылықтардан айырылып, көп ұғымдардың орнын алмастырып алдық. Соның бірі, текті қадірлеп, әруақты сыйлаған салттың соңы, оларға сыйынуға, серік қосуға ұласа бастау еді. 70-80 жылға жоқ мына кеңестік илеудің кезінде бірінші күрес немен басталды? Бірінші күрес арабша діни сауаты бар, елді ұйытып отырған, елге жаңағы сөз тоқтау сөз айтатын, ынтымаққа, бірлікке шақырып отырған, кәдімгі аталы сөзді айтатын адамдармен күреспен басталды. Сөйтіп бүкіл оқыған адамдарымыздың барлығын тәрк етілді. Олар тек еңбегі тәрк етіліп қойған жоқ, олар өмірден түрлі жолдарменен өмірден құртылды. Мысалға, Иман Жүсіп атылды, Балуаншолақ атылды, мылтықтың оғынан өліп өткен адамдар, Мәди атылды, Шәкәрім атылды. Осындай ықпалды адамдар қасақана өлтірілді. Сөйтіп, бірінші кезекте елдің бас көтеретін естияр азаматтарының бәрі аудай қырылды, атылды, айдалды, қудаланды. Соның салдарынан көптеген еңбектер, кітаптар өртелді, жойылды, жер бетін былайша айтқан кезде біздің жадымызды өшіруге тырысылды. Соның ар жағы келіп келді да құдайсыздар қоғамы дегенге келді. Союз безбожников деген құдайсыздар ұйымы дегендер құрылды. Сосын атеизм деген насихатталды да бүкіл біздің қазақ пәленбай ғасырдан бері келе жатқан діни наным сенімдерінің барлығы күл-парша шығарып талқандалды. Бірақ жалпы халықтың түсінігін, танымын, нанымын, сенімін жоюға жойқын саясат жүргізілді. Соның салдарынан келгенде де біздің жаңағы пәленбай ғасырлардан бері үзіліссіз сақталып келе жатқан сенімге селкеу түсті, сынаға қалды. Сол келіп мінекей енді бір Алланың жаңағы бар екендігімен бір екендігіне өзінен өзі жаңағы серік қосу шыға бастады. Надандық өрістеді, көрсоқырлық өрістеді, көбейді. Қара тобыр, қара байырлық күшейіп, соның қазір салдарлары білініп қалып жатыр. 70 жылдық, 100 жылдық ішіндегі діни сауатсыздықтың белгісінен көптеген нәрселер енді араласып сіңіп кетті. Мысалы, жаңағы аруақ деген мәселеге келетін болсақ, аруақтарға табыну деген нәрселер. Жалпы аруақ деген нәрсе ол өлген адамның жаңағы өлген адамдардың мысалы рухын, араб тілінде аруақ деген көпше түрі, жекеше түрі рух деп аталады. Ол бәрімізге белгілі. Бірақ енді олар өлгеннен кейін қайта бір тіріліп, бір үйімізге келеді, бізге пайда әкеледі, бізді зияннан қайтарады, немесе бізге бір зиян әкелуі мүмкін деген, егер олардың ризашылығынан шықпасақ деген ойлардың бәрі әрине бұл исламның шариғатында қате пікірлер. Қазақ қоғамында бір қазір осындай дау бар. Біз әруаққа неге сыйынбаймыз? Неге біз әруақты атамауымыз керек? Неге біз оған сыйынбауымыз керек? Неге одан сұрамауымыз керек деген нәрселер көп айтады. Қарасаңыз, сол әруақты дүниеге әкелген, дүниеден әкеткен, сол дүниеде солардың атын қалдырған, ізін қалдырған кім? Оның бір Алла екендігін ойлана бермейді, қаперге ала бермейді. Ана әруақ алдыңғы планға шығып кетеді. Ол Аллаға серік қосудың нағыз бір түрі болып саналады. Мысалға, әруақты Алладан жоғары қою. Бұл бүкіл жаратылыстың иесі, бүкіл тылсым мен біздің білетін, білмейтін, көмескі, көрінеу нәрселеріміздің бәрінің иесі бір Алла. Бір жаратушы, бір үлкен құдірет иесі, мейірім иесі, шапағат иесі, қаһар менен сұмдық алапат күштің иесі бір Алла екенін адамдар естен шығарып алады. Былай қарасаңыз, сол қиын нәрсе емес, қиындау емес ол. Мысалы, сәл Құранның өзін байыптап оқып қарағаса, адам мысалы көп нәрсенің өзінің көзі ашылады. Өкінішке орай бізде діни сауат кемшін түсіп жатады. Мына екі насылдағыны көрмей қалады. Соның салдарынан келеді де жаңағы неше түрлі адасушылықтар болады. Аруақтар деген кезде бұл жерде енді жындар мәселесі бар. Адамды адастыратын кезде, мысалы айтайық, біреу жолда кетіп бара жатқан кезде бір анау жерден бейіт көрінсе,
машинасы бұзылып қалды. Машина бұзылып қалған бетте жаңағы жерде қараса, шайтан бірден бейітті пайдаланып адастырып. Адам сезбеген жерден де. Бейітке қарайды, діни сауат болмағаннан кейін қайтаратын жаңағы ойды, өзінде қалыптасатын ойды қайтаратын білім болмағаннан кейін жаңағы бейітті көзі соған түсіп, ойына сол нәрсе кетеді. Сосын ауылына келгеннен кейін тағы біреу кездеседі. Ол аруақты кісі ғой, сен ол жерден қатты жүрген шығарсың. Сол себепті машинаң тоқтап қалған шығар деген нәрселер болады. Оларда бұны қайтаратын ілім болмағаннан кейін солай қабылдана береді. Сосын жаңағы бір бақсы біреуге барып сұрайды енді. Адам барып сұраса, емшілерді айтады, бұл дегенің аруақты кісі, сен оның қасынан қатты өтіп кетіпсің деген ойлар, мысалы, ақырын жүру керек ондай жерлерде, тоқтап барып жүру керек деген ойларды айтып, сенімін күшейте береді. Немесе біреудің түсіне жаңа келеді, мысалы, атасы кіреді дейік. Атасы кіреді, атасын көреді түсінде, мысалы. Сосын жаңағыдай бір нәрселерді айтуы мүмкін. Егер ол жерде жаңағы шариғатқа тыйым салынатын бір ой айтылған болса, әрине ол шайтан жын. Сен барып пәленшенің басына құрбан шал, сосын сол жерден тіле, басындағы зиянды сол аруақ кетіреді, сол жаңағы пәленше ата кетіреді деген бір ой салса, ол шайтани жындардан сөз. Сосын бұл түсті көргеннен кейін не істейді адам? Қорқады, баратын жері жаңағы емші қайтадан, бірнеше айналса соларға кездеседі. Соның алдына барады. Ол жерге барған кезде жаңағы оны адастыруды қалаған жындар бар ғой. Және мына емшіні де адасуына көмектесіп жатқан жындар бар, көмекші жындар. Жын мен жын бір-біріне жаңа информация лақтырады. Анау алдына келеді, ол тамырын ұстайды, тамырын ұстаған кезде, жалпы енді тамыр ұстап диагноз беруді жоққа шығармаймыз толық, адамның организміне байланысты. Бірақ бұл жердегі жаңа ұстаудың өзі, ана келген адамның сенімі, жүрегінің берілуі де, соны ұстап отырып бауырың ауырады екен ғой дейді. Рас, қайдан білдіңіз дейді. Мына жақта лақтырып жатыр ана. Көрдіңіз бе? 2 жылдан бері ауырады екен, үйінде проблемалар болып жатыр екен деген нәрселерді айтқаннан кейін осының бәріне сенеді. Өйткені бұл адам жын әлемін жаңағы танымайды ғой. Құраннан оқымаған, олардың қандай дәрежелерге ие, қандай қасиет, қандай нәрселер қолдарынан келеді деген ілім жоқ. Сол себептен жаңағы кісінің ауызынан шыққан. Сосын сол жерде айтады, сенің үстіңе кірген кісі ол үлкен кісі екен, сен оны ренжітіп жүрме енді. Егер оны ренжітсең, сенің жолың болмайды. Сондай нәрселерді айтып, көптеген адам діни сауатсыздықтың жаңағы төмендігінен осындай нәрселерге ұшырап жатады. Әрине бұл жерде енді араласу қажет бізге. Шамамыз келген жерде туысқандарымыздың арамызда болсын, достарымыздың арамызда болсын, дұрыс түсінікті беріп, Аллах Тағаланың бірлігі деген сөз не үшін қажет? Егер оның қасына тағы да біреулерді қосатын болсақ, онда қандай құндылық қалады ол сөзде? Кейбіреулер ауырып сырқай қалса, бақсы, балгер, тәуіп іздеп кетеді. Сосын соның ішінде біреу кездесіп, біреудің емі шипа болып, мысалы, жазылып жататын болса, тура содан жазылдым. Тура осы бақсының айтқаны болды. Осы балгердің несі болды, емі маған қонды деп жататын. Автобустарға мініп алып, аппақ киім киіп алып, әруақ аралап, салдырлатып, сол әруақтардың жаңағы мазарларын күндемей, түндемей барып олардың мазасын алып та жататын ағайындардың тобы кездеседі. Бұл өзі бір бизнестің де жолына айналған тірлікке айналды. Солардың бәрін кейбір әңгімелерін тыңдасаңыз, ол Алла Тағала жайына алып қояды көп жағдайда. Жаңа барып тұрған бір жерде батыр, бір жерде әулие, бір жерде әмбие, әртүрлі адамдардың Алладан құдіретті болып солай саналып кетеді. Сол пәленше деген атаң саған береді, сол атаң сенің осында жарылқайды деген әңгімелерге дейін айтылады мысалы. Әрине біз мысалы ата бабасын құрметтеу, ол ата бабасын қастерлеп отыру, тегін білу, тегін құрметтеу, қастерлеу деген ол адамзаттың өзінің бір үлкен құндылығы, адами құндылығы. Егер кешегіңді сызып тастайтын болсаң, онда сенің ертеңің жоқ деген сөз. Сондықтан бұл жерде жаңағы өте бір сауатты көзқарас керек. Жаңағыдай адасушылықтан арылу керек. Көп жағдайда біздің қазақ қоғамында осындай адасушылық көп болады. Мысалы, бір жерді ғана көреді, ар жағында оның бүкіл жаратылыстың иесі, бүкіл дүниенің иесі, құдіреті күшті бір Алланың бар екендігін, бір екендігіне күмән келтіріліп қалатын жағдайлар жаңағыдай кездеседі. Сондықтан біз бар екенін білгеннен кейін, оның бір екенін білуіміз керек. Сондықтан осы ұғым кез келген қазақтың отбасында тәрбиеде ол айтылу керек. Жаратушы біреу жарата алмайтын біреумен тең бе? Сонда да түсінбейсіңдер ме? Олардың Аллахтан басқа жалбарынғандары еш нәрсені жарата алмайды. Олар жаратылғандар. Олар өлі, тірі емес. Сондай-ақ қашан тірілетіндерін білмейді. Тәңірлерің бірақ Тәңір. Ислам ғұламалары Аллах Тағалаға серік қосудың 2 түрі болатынын айтады. Серік қосу үлкен ширк және кіші ширк деп 2-ге бөлінеді. Ислам ғалымдары Аллах Тағаладан басқа біреуге немесе бір нәрселерге оларды құдай санап сыйыну, арадағы байланысшы деп, өзіндік күш қуаты бар деп олардан үміт ету немесе қорқу,
Аллахтан басқаға құрбандық шалу, дуалау, сиқырлау, балгерлік пен көріпкелдік, Аллах тағаладан басқаға нәзір атау, астрология, яғни жұлдыздармен жору, үкім беруде Аллах тағаланың бұйрығынан басқа біреулердің айтқанына жүгіну секілді істер үлкен ширк қатарына кіреді деп ескертеді. Ал Аллахтан басқаның атымен ант беру, емделу және көзден сақтау ниетімен білезік не жіп немесе көз моншақ, тұмар тағу, жаман ырымға сену, көрер көзге істеу, мәңгілік өмірге арналған амалдарды осы дүние пайдасы үшін ғана атқару секілді істер кіші ширк үкіміне кіреді. Үлкен ширк пен кіші ширктің мынандай басты айырмашылығы бар. Үлкен ширк адамды дінінен шығарады. Ал кіші ширк азапқа ұшыратар үлкен күнәлардың бірі болып саналғанымен, оны жасаған адам діннен шықпайды, бірақ иманы да толық болмайды. Алайда ескере кететін бір жай, көп ғалымдардың ұйғаруы бойынша, кіші ширк, үлкен ширк, күпірлік, екі жүзділіктен басқа барлық күнәлардың бәрінен де ауыр күнә болып саналады. Ширк шариғатта екі түрге бөлінеді. Үлкен ширк және кіші ширк деп. Үлкен ширктің өзінің кездесетін тұстары, мысалы дұға тілеу, жалынып сұрау, жалбарынып сұрау деген ұңға келер болсақ, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтады: "Ад-дуа хувал ибада" дейді. Дұға дегеніміз құлшылық дейді. Сол секілді Аллах тағала да Құранда бізге жақсылап тұрып баяндаған. Аллах тағаладан бөлек өзіңе пайда келтірмейтін, өзіңе зиян да келтірмейтін нәрсеге дұға жасап жалбарынба дейді. Дұға тілеп жалынба дейді. Ин фаалта, егер сен бұлай істейтін болсаң дейді, фаиннака изан миназ золимин. Олай болса сен расында әділетсіздерден болдың дейді. Сосын аяттың соңында бізге Аллах тағала баяндайды: егер Аллах тағала саған бір зиянды келтіруді қаласа, оны қайтарушы кім? Оны одан басқа қайтарушы жоқ дейді. Мұнда байқайтынымыз, яғни Аллахтың бірлігі мәселесі өте ашылып тұр. Аллах тағалаға қандай да бір адам жақындағысы келсе, жалбарынам десе, ол жерге ешқандай ортақ қажет емес. Алла жақын, жалбарынып, жалынып атқан құлының дауысын естиді, жүрегін біледі, дұғасына жауап береді екен. Біздің ата-бабаларымыздың барлығы да мұсылмандыққа келгенде шексіз иланып келген бір Аллаға. Бір көктегі жаңағы жаратушы иені бір Алла деп таныған. Соның негізінде былайша айтқан кезде біздің мынау осынша кең байтақ Сахарада мұсылман дінін ұстанғандығының арқасында қазақ ордасы, кешегі алтын ордалардың адырап, былай іргесі шайқалды дегенменен қазақ ордасы негіз сақталып қалды. Дінді ұстанғанның арқасында. Дінді ұстанғанның арқасында, мысалы өзбек, қырғыз, түркмен, тәжік сияқтанған мынау елдер өзінің былайша айтқан кезде біздің посткеңестік елдерде бұрынғы мысалы дінді ұстанған елдер сақтап қалды да, ал жаңа пұтқа, суға, әр нәрсеге табынған, Аллаға серік қосқан елдердің бір, мысалы қалмағыңыз, жоңғарыңыз, мынау Сібірдегі ұсақ халықтар. Бізден олардың ешқандай несі жоқ. Мысалы яхудтарыңыз, мысалы саха түбімізбенен бір тектес халықтар ғой. Бірақ жаңа діни наным олардың дұрыс болған жоқ, діни ұстанымы дұрыс болған жоқ. Олар христиандық дін бағытқа кетіп қалды, басқа да діндердің жаңағы несінде шырмауында кетті. Соның салдарынан оларды мемлекеттілік жойылды. Аллахтан басқа нәрсеге мысалы айтайық, бойұсыну деген тұстарын аша түссек, Адди ибн Хатим деген бір сахаба болады. Бұл кісі исламнан бұрын христиан болды. Сол бір күні пайғамбарымыздың қасына келіп, пайғамбарымыз оның мойнынан алтыннан жасалған крестті көреді. Сосын: "Ей Адди, мына мойныңдағы крестті алып лақтырып таста" дейді. Мен бірден бойұсындым да оны лақтырып тастадым дейді. Сосын қасына келіп отырдым. Ол Тәуба сүресін оқып отыр екен дейді. Тәуба сүресін оқып отыр екен. Ондағы жаңағы бір аятты оқиды екен. Аллах тағала айтады: олар, яғни яһудилер мен христиандар, өздерінің ғалымдарымен, жаңағы монахтарын Аллахты былай қойып, өздеріне жаңағы құдай қылып алды дейді. Сондай-ақ Мариям ұлы жаңағы Исаны да деген мағынада. Сол кезде жаңағы Аддиден сұрақ туады пайғамбарға: "Ей Аллахтың елшісі, біз ол кезде оларға құлшылық қылмадық қой" дейді. Яғни ғалымдарымыз бен монахтарымызға біз құлшылық жасаған жоқпыз деген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтады: "Олар Аллахтың арам еткен нәрсесін адал еткен кезде сендер де оны адал деп қабылдамадыңдар ма" дейді. Немесе олар Аллахтың арам еткен жаңағы
адал еткен нәрсесін арам еткен кезде сендер оны арам деп қабылдамадыңдар ма дейді. Иә, сөйттік қой дейді. Осы құлшылық дейді. Христиандардың да мысалы жаңағы үлкен адасуға барған жері сол Иса жаңағы алейхиссаламда сондай құдайлық дәрежеге көтеріп жіберуі. Иелік Аллахқа тән. Одан өзге табынғандарың бір ұрық қабығына да ие емес. Егер оларға жалбарынсаңдар, дауыстарыңды естімейді. Егер олар естіген болса да, сендерге жауап қайтара алмайды. Сондай-ақ қиямет күні олар сендердің ортақ қосқандарыңнан бас тартады. Толық хабар беруші Аллах секілді саған ешкім түсіндірмейді. Құдіреті шексіз бір Аллаға серік қосып, басқа бір нәрсеге табыну, яғни үлкен ширк күнәсі, жасаған жақсылығыңды жоқ қылып, сүрген өміріңді зая қылатын зор күнә. Үлкен ширкке барған адамның жасаған бүкіл құлшылығы мен амалдары күйіп кетеді. Мысалы, оның ұстаған оразасы, оқыған намазы және басқа да жасаған жақсылықтарын Аллах тағала қабыл етпейді. Ал кіші ширк жасаған адамның тек қана сол ширк араластырған амалы ғана қабыл емес. Мысалы, адамдарға мақтанып оқыған намазы, немесе атақ үшін жасаған қажылығы, тағы сол сияқты амалдары. Құран мен хадистерге сүйенген ислам ғалымдарының айтуынша, үлкен ширк жасаған адамдар жандары шықпай тұрып тәубеге келіп үлгермесе, олар жәннатқа кіре алмайды. Баратын жерлері мәңгілік тозақ. Ал кіші ширк иелерін Аллах тағала өз қалауымен тәубесізде кешіру мүмкін. Олар тозаққа түссе де, онда мәңгілік болмайды деп айтады. Ал кейбір ғалымдар Аллах тағала үлкен ширк иелерінде, кіші ширк иелерінде адам баласы тәубеге келмей кешірмейді дейді. Әрине, бәрін білуші бір Аллах қана. Бірақ жақсылық пен жамандықтың арасы бір-ақ қадам деп аталарымыз айтпақшы, үлкен ширк пен кіші ширктің арасындағы айырма өте жіңішке екенін есте сақтауымыз керек. Көп жағдайда кіші ширк сол амалды жасап жатқан адамның ниетіне, айтқан сөзіне және іс-қимылына қарай үлкен ширктің қатарына өтіп кетуі мүмкін. Мәселен, ғалымдар жамандықтан, тіл көзден сақтауға септігі тиіп қалар деген ниетпен тұмар таққан адам, тұмар мені сақтайды деген ойға бексе, онда үлкен ширк күнәсіне ұрынатындығын айтады. Сондықтан Аллах тағаланың қаһарына ілінбес үшін ширктің екі түрінен де сақтану есі бар адамның ең басты уайымы болса керек. Өйткені Аллах тағаланың қаһар сипатының да бар екенін, азабының да тым сұрапыл екенін ұмыту өкініш пен қасіреттің бастамасы екенінде дау жоқ. Шын мәнінде кімде-кім Аллахқа серік қосса, оған Аллах тағала жәннатты харам етеді. Оның орны тозақ оты. Сондай-ақ залымдар үшін жәрдемші болмайды. Кіші ширк деген енді үлкен ширктен кейінгі орында тұрған нәрсе осы. Кіші ширктің бір екі көрінісіне тоқтап кетсек, біреуі мысалы жаңағы Аллах тағаланың атымен ант ету деген нәрсе. Мысалы біздің енді өзіміздің сөзіміз халықта жиі кездесетін сөздер. Мысалы біреуге бір нәрсені сендіріп айтқысы келген кезде, міне нан тұр дейді. Мысалы сөйлеп жаңа адамдардың сенсін деген сөз үшін міне нан тұр ғой дейді. Немесе түн жамылып отырмын ғой дейді. Бұның бәрі соның көріністері. Әрбіреуде әртүрлі болды мысалы. Кейбір сахабаларда жаңағы Кағба деген нәрсені айтып жүрген кезде, Кағбамен ант етемін дегенде пайғамбарымыз жүзеген. Бұлай айтпа. Роббил Кағба, жаңағы Кағбаның есімін деп айтты. Бұл нәрселермен ант етуге болмайды. Бізде исламда егер мұсылман ант ететін болса, Аллах тағаланың атымен ғана ант етеді. Немесе үндемейді. Ал енді Аллах тағаладан басқа нәрселермен ант ететін болсақ, мысалы жаңағы күнмен ант етемін, аймен ант етемін деген нәрселер, әкеммен ант етемін, анаммен ант етемін деген сөздердің бәрі бұлар кіші ширкке жатады. Тіршілікте былай қарасаң, ұсақ арым-нанымдарды Алланың құдіретінен кейде жоғары қоюға тырысушылық болады, ұмтылушылық. Оны өздері байқа, ол әрине адамның бір діни сауатының төмендігінен де болады, сосын тәрбиенің нәрсесінен де болады. Қарғанып жатады, кейде бір артық ашуменен бір ауыр сөздерді айтып қалатын кездерінде болады. Сондай кездерде бір жаратушы Алланың құдіретіне күмән келтіретіндей, оның тіпті әлгі атына ғайбат ауыр сөздер айтатындай жағдайлар көп болады өмірде. Бірақ адамдар оны білмейді көбіне. Өздерінің сол қаншалықты ауыр зардапты тартып жатқанын білмей қалады. Одан кейінгі түрі енді әрбір мұсылманның өмірінде кездеседі, өзі соны күресіп жеңбейінше. Рия деген нәрсе бар. Мысалы, көзбояушылық. Көзбояушылықтың жаңа жүзеге асатыны екі түрі бар. Біреуі амалыңды көрсету арқылы, ісіңді көрсету арқылы, немесе сөзіңді естірту арқылы деген нәрсе.
Осы нәрседен бізді қорғау үшін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи жаңағы иннамал аъмалу бинният, расында амалдар жаңағы ниеттермен байлаулы, ниеттерге байланысты. Әркімге өзінің ниетіндегі нәрсесі болады деген кезде, әркім қандай да бір амалды жасап жатқан болса, оны өзі жөндеп алып, жаңағы жүрегін тексеру қажет. Ниетті бақылау деген нәрсе қажет. Кім үшін деген нәрсе мысалы. Егер кімде-кім мысалы айтайық, мешітке кіріп, 2 ракағат намаз оқыса, ұзақ намаз оқыса, бірақ оның ниетінде артында отырған адамдар көрсе деген ниет қосылып кетсе, онда бұл жерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтқандай, Аллах тағала хадис-і құдсиде баяндайды. Кімде-кім маған жасаған амалында маған біреуді серік қосса, яғни рия жаңағы көзбояушылық, онда мен оны да амалында тастаймын деген. Яғни қабыл етпеймін деген сөз. Сосын қиямет күні сол өзі жаңағы ниетінде қалаған нәрсесінен сауабын тілесін деген хадис бар. Ал енді ол күні кім сауап береді Аллах тағаладан басқа. Сонда адам үлкен амал жасап жатып, ниетін егер тексермеген болса, ниетінде жаңағы амалын ойран қылатын нәрсе болуы мүмкін екен. Сол себептен Омар радиаллаху анху айтады, менің бұл дүниеде қатты шаршаған нәрсем ниетімді бақылау еді. Бірде Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам шын мәнінде сендер үшін қорқатын нәрселерімнің ішіндегі ең қорқыныштысы сендер кіші ширк жасап қояма деп қорқамын деді. Адамдар оның не екенін сұрағанда пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам бір істі басқаларға көрсету үшін атқару деді. Неше түрлі ой мен қиялға, күдік пен күмәнға салып, шамасы келсе адамды имансыз кәпір қылуға тырысатын, ал иман келтірген адамды жаратушыға серік қостыруға жетелейтін. Ол да болмаса күнәға батыруға тырысатын, тіпті болмағанда рұқсат етілген нәрсенің өзін